саламатсыздар ма оқушылар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Әнеки балалар, өзін тану пәнінің 5 ережесін есімізге түсірейікші. Дария, сен айта қойшы. Тәртіп, талап, тыныштық, татулық, және тазалық. Жарайсың. Барлығымыз нұрға бөлену, тыныштық сәтін өткізейік. Отырыңыздар. Денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Отырыңыздар. Денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ қолыңызды айқастырмаңыз. Қолыңызды теңіздің немесе үстел үстіне қоюға болады. Көздеріңізді жұмыңыздар. Елестетіп көріңіз. Күн нұры сіздің төбеңізде. Оқушылар, үйге қандай тапсырма берілді? Азамат, сен айта қойшы. Үйге Мырзабек Дүйсеновтың Алмаш деген мәтінін берілді. Жақсы, жарайсың. Оқушылар, Алмаштың алғашқы іс-әрекетін қалай бағалауға болады? Нұрайым, сен айта қойшы. Алмаштың іс-әрекетін жақсы бағалауға болмайды. Себебі ол қарт кісіге орын берген жоқ. Ол қасындағы орнына сөмкесін қойып отыра берді. Оқушылар, Алмаш өз бойында қандай жақсы қасиеттерді дамытты? Нұржанар, сен айта қойшы. Менің ойымша Алмаш үлкенді сыйлау, жанашырлық және риясыз қызмет ету қасиеттерін дамытты. Жақсы, жарайсың. Балалар, ендеше барлығымыз шығармашылық тапсырмалар орындайық. Менің ойымша сүйіспеншілік біздің жақындарымызға, қоршаған ортамызға бір сөзбен айтқанда ол барша әлемге махаббатпен қарау. Сүйіспеншілік адам бойындағы қасиет. Балалар, барлығымыз топпен ән айтайық. Кеме қайда жүзеді? Суда! Ендеше кемемізді жақсылық көліне қарай жүзгізейік. Барлықтарыңызға бір тамшыдан үлестіріп